жасаған қадамдарын жаңа жүргізуші боп шығып едім, ақын боп кеп тұр енді ән арнағым. Шіркін біздің ұстаздар жан-жақты ғой, абыройлы кеш үшін салар бәрін. Көрме жасап, ән айтып, биде билеп, ұжым үшін жасайды олар бәрін. Оқушылар сарайы бес аспап қып, тәрбиелеп тастаған мамандарын ақынбыз өлеңдерін мөлдір еткен, көрермен қабыл алсын кең жүрекпен. Ең алғаш айтыс деген үйірме ашып, оқушылар сарайын ерлік еткен. Еңбегіміз ақталып, жас ақындар жүлдегер боп, жүректі ел жүреткен. Бүгінде Астанаға 3 оқушым, ел намысын қорғауға ерді көппен. Бізге осындай мүмкіндік берген үшін алғыс айтам ерекше белгілеп мен. Оқушылар сарайы ауданымның айтыстың әппақ туын желбіреткен. Қарсыласқа қарасам күліп тұрмын, өйткені бұл біреуі білікті ұлдың. Ағайын қолдап қойшы алдарыңа, оқушымды жетелеп шығып тұрмын. Жүрсіннің жүйрігі боп айтыстарда, қалпағын қайырсам да жігіттің мұң. Тісім күшімді жұмсай алмай, оқушыма тісімді батыр алмай құрып тұрмын. Ал оқушым өзіне сеніп тұрған, еңсесін тіктеп бүгін еніп тұрған. Біздер қорқып мұғалімнен жасқанушы ек, заман бегім қадамын беріп қылған. Жүрек жұтқан бал екен ұстазымен, айтысуға қорықпай келіп тұрған. Концертте жиналды халықта көп, бірақ ел қолдамаса шабытта жоқ. Қорықпай айтысуға келдіген деп апайым уайымдады, жорықта көп. Өзіңіз әр сабақта айтасыз ғой, айтысқанда ешкімнен қорықпа деп Сахнада кіл таланты толғандарын айтып жатыр әнімен толғауларын. Сіздерді көріп көңілім көтерілді, осы сәтті қаншама күн армандадым. Елордаға мен де кету керек едім, жиналып жол дорбаға салған бәрін. Бірақ та осы кешті естігенде алынған сол билетті қолданбадым. Айтысымды шегерттім бір аптаға, кедергінің қағып тастап жолдан бәрін. Шалғарыма ие болып өзім қалдым, басқаларға жіберіп қалғандарын жүректерге от бердің жанам деген, шабандозға ат бердің шабам деген. Ұлағаты ұстазым сіз едіңіз, пейілі періштедей маған деген. Біздер ойлап көріспей кетуші едім, үйімдегі жарым бала шағанменен. Санамызды толтырып сабақпенен, қарнымызды тойдырдың тағамменен. Бүгін жұп боп қалам деп кім ойлаған, көп жыл білім үйреткен мамам менен. Мен бүгін жол
не айтам, о ағайын, атқа қалғым келмей тұр жаман деген. Құдай-ау, айтысуда қиын екен, айтысуды үйреткен адам менен ай. Қолөнер бұйым емес тозатығын, талапты талпынып қол созатығын. Заманбек заманыңның заңғары бол, қырандай қанатын кең жасатығын. Ұстазың бәйгедегі тұлпар болса, жорға бол тұлпар